Жақсы, рахмет көп. Біз жүрейік, досым. Жарайды. Папа, тұра тұрыңдар. Сен қайда? Папалармен қонам ғой. Міне, өсетін баласың сен. Біраз болдым деп ойламайсың ба? Үйің бар, сабағың бар. Арасында кездесіп тұрсаңдар болады ғой. Мен папалар шетелге кетіп қалса ше. Иә, оның үстіне маған Америкадан звондап жатыр. Тез келді. Мұғалімің хабарласты. Физикадан олимпиадаға қатысасың. Үйде қалып дайындалуың керек. Енді әкемнің қасына дайындала беруге болады ғой. Ерке, болды. Мен шешім қабылдап қойдым. Бөлмеңе бар. Жоқ, енді менімен бірге дайындалса да болатын еді ғой енді. Қымбаттым, болды. Ойын аяқталды. Кездесем деді, кездесті. Ертең шұғыл жұмысың шығып кетіп қалды деп айтам. Жоқ, Алима, мен сені түсінбедім. Еркен менен қызғанып тұрсың ба? Мен әкесімін ғой. Мені жақсы көреді, менің қасымда болғысы келеді. Ол сен емес. Профессор әкесін жақсы көреді. Ғалым әкесін жақсы көреді. Шетелде жұмыс істейтін әкесін жақсы көреді. Неше әкесі болып кетті? Тұршы едің ше. Ал егер де ол сенің шын мәнінде кім екеніңді біліп қойса ше? Балаға қиын болады деп ойламайсың ба? Болды, жетер. Кездескеніңе көп рахмет. Енді шыға беріңдер. Жақсы онда. Сау бол. Не істейміз? Әлбетші болайық та. Дәл қазір емес, ана Еркені қайтару керек. Не істейміз деймін? Еркені қайтара алмайтын сияқтымыз. Чөт саған көңілді қатты бөліп кеткесін, Алима қызғанып отыр. Бермейді ол саған баланы. Қызғанып отыр, бермейді емес. Еркені қалай қайтару керек, соны ойластырайық та. Кезінде ажыраспау керек еді ғой. Может, қайтып қосыласың? Мен ажырасқан жоқпын ғой. Өзі ғой кетіп қалған. Оның үстіне жаңа көрдің ғой түрін. Атызданып отыр бүйтіп. Мен қолыма пачка ақшаны ұстап, алтын бриллиантты үйіп төгіп. Алима, баяғы ақыл жоқ. Қосылайық деп, еще сол әңгімеге куәгер қылып 5 адамды ертіп барсаң да, ойланып қалатын біліп тұрсың ғой сен. Кеттім мен онда, таксовать етсем. Бір идея болатса хабарласарсың. Ерке. Да. Мынаған қараш. Керек емес маған. Сен алдында новый телефон алам деп едің ғой. Алғым келмей қалды уже. Ерке, түсінші. Әкеңнің жұмысы көп. Мазасын алмауымыз керек. Әкемнің жұмысы көп болатын болса, өзіме келіп айтушы еді ғой. Давай қазір біз екеуміз керемет бір жерге барып тамақтанып қайтамыз, Жоқ. Маған физикаға дайындалу керек. Жарайды. Алло, Ерке. Қайдасың, папа? Үйдемін. Папа, осы өтірік айтуға бола ма? Вообще өтірік айтпау керек, Ерке. Қандай өтірік ол? Енді папамен кездесу үшін мамаға өтірік айтуға деген ба? Ерке? Ол өтірік емес қой. Ол зиянсыз өтірік ол. Қандай идея бар ол? Үй жаққа келе бер, мен шығам. О! Мен кеттім, мама. Менде қосымша. Жарайды. Ақшаң бар ма? Иә, бар. Жаңа папа берген. Папаң саған ақша берді ме? Иә, несіне таң қаласыз? Ақша тек сізде ма? Мен бүгін кеш келем. Еще классастың туған күні ғой. Жақсы. Жақсы. Міне, мен келдім. Бірден жіберді ма? Қандай өтірік айттың? Ой, просто өтірік қой. Мектеп шақырып жатыр дедім. Че там, енді не істейміз? Так, былай қыламыз. Қазір Баукағанға хабарласамыз. Сосын инвесторға барамыз. Одан ақшаны аламыз да, сен қайда барғың келеді? Барлық жерге барамыз. О, Кес. күшті. Осы ма сабағың?
апарып тастайын деген ғой мені. Мектебіңе хабарластым. Шақырмапты. Маған өтірік айтатын болғансың ба? Енді өтірік айтқанда бөтен адам емес, өзім туған әкем ғой. Ерке, физикаға дайындалуың керек. Бұл саған ойын емес. Егер жеңсең, Лондонға грантқа оқуға түсесің. Неге түсінбейсің? Бұл сенің болашағың. Бар үйге. Ақыл. Вроде үлкен адамсың ғой. Бұрын қалай жоқ болдың? Солай кетші, өтінем. Неге сонша балаға жабысып алдың, а? Әкесің мақ. Алло. Балам, мен магазиндемін. Саған не алайын? Жоқ, ештен керек емес. Сабағыңа дайындал, Ерке. Егер де физикадан, олимпиададан өтсең, әкең мен 10 күнге жіберем. Келістік пе? Әкем ол кезде болмайды ғой. Жаңа ғана сөйлестім. Осында болады екен. Еркені мазаламайын, сабағына дайындалсын деді. Өмірде болмайды ғой, өмірде. Түсінбедім. Мен ана кезде үйінде болғанда дәрігерлердің қағазын көріп қалдым. Кішкене ғана өмір қалды деген. Қойш, сап-сау болып жүр ғой, ойнап күліп. Енді кетерінде күліп ойнап кетейін деген ғой. Тоқташ, шын айтып тұрсың ба? Әрине, сізді алдаймын ба? Әкемнің кішкене ғана өмірін әкемнің өзімен өткіземін деп едім. Жарайды енді. Сен қалған сияқты. Алло. Не болып қалды? Ерке! Сен мен Ерке бір апта болсын. О, мама, рахмет сізге. Мен де қазір сумкамды алып келейін, Өзіңде бәрі жақсы ма? Жақсы, иә. Шүкір, өте кеш сұрап жатқан жоқсың ба? Шынымен айтсаңшы, үлкен адамдармыз ғой. Ой, не болды? Мені аяп жатсың ба? Ақша берейін десең, оны керек емес, ұятты. Кеттік па? Дайынсың ба? Иә. Байқап жүріңдер. Физикадан да дайындалды ұмытпаңдар. Иә, әрине. Балам естідің бе? Халима, рахмет саған. Жақсы. Алло, қош, қалай? Қай жердесіңдер сендер? Болды, қазір барам. Брат, отмена баса қоясың ба? Что-то машина жүрмей тұр. Все. Не істедің, брат, бастың ба? Бастым. Все. Қалай жіберді? Қалай шығып кетті мейден? Просто физикадан бірінші орын аламын деп уәде бердім. Қойын, соған бола жібермеген шығар. Жарайды, ойнап айтамын. Көрпенің астынан тығылып алып отырсаң жібереді ғой. О, Ерке, қалай шықтың үйден? Мен жағын айтып отыр едім. Қазір мен келемін, Досым, осы сәтті пайдаланып, мен барлығын айтамын. Профессор емес екенімді, қарапайым адам екен. Қуасың ба сен? Бірінші ойға алған мақсатымызға жетіп алмаймыз ба? Сосын жайлап бәрін түсіндіріп айтамыз ғой. Данный момент менің алға қойған мақсатым осы. Осыны айтамын. Қызықсың сен бар ғой. Чё там, не план бізде? Папа, біз вообще қырмаппыз ғой. Осы жыл қыдырайық та? Қыдырайық. Если чё, қарызға ақша бере аламын.
мә папа, сіздер вообще ойнай алмайсыздар ғой. Ойнап үйрену керек сіздерге. балаң қатты ойнайды ғой. Я мен шаршадым қайтайықшы. Папа, қайтқан емес, енді ғана бастадық қой. Давайте онда бүйтейік. Сіздер маған екеуің жабылыңыздар. Отырсаңыздар, сіздерге массаж жасап беремін. О, маған да жасап бересің ба? Иә, кеттік. Болды. Алға қазақ. Курятник! Мә, бүгін күшті күн болды кәдімгідей. Рахмет сіздерге. Вот, міне, бүгін күнді күшті өткіздік. Ертең күнді де күшті өткізіп, инвестормен кездесіп ақшасын алып алайық та? Болды, келістік. Болды, әйтеуір. Күтемін әйтеуір сендерді. Папа. Ау. Саған сұрақ қойсын ба? Қой. Анау не ғой? Сендер мамамен неге қайттан қосылмайсыңдар? Енді қосылғанда біреу келді ау дейм, ә? Қалай? Білмеймін. Қош келдің. Ақыл, мен бәрін білем. Бірақ әлде шанс бар. Мен бір дәрігермен сөйлестім. Қағаздарыңды көрсетсең болады. Түсінбедім, не дәрігер? Әлі-ақ жазылып кетесің. Уайымдама. Бастысы өзіңе сенімді бол. Шыдай ма? Кім ауру, не болып жатыр? Не дәрігер, не қағаз? Мама. Мен сізге өтірік айттым. Әкем ауырып жатқан жоқ. Ерке, сен не білдіріп жүрсің? Енді маған өтірік айтатын болғансың ба? Осының бәрі сенің кесірің. Осыған дейін ол маған ешқашан өтірік айтпаған. Әкемнің вообще қатысы жоқ. Мама, білем. Мен сізге қарағанда әкеме көп көңіл бөліп кеткен шығармын. Бірақ ол мен сізді жақсы көрмейді деген сөз емес. Мен екеулеріңізді де жақсы көрем. Маған салса, бәріміз бір үйде тұрғанымыз күшті. Мама, бірақ әркімнің өз таңдауы бар. Мен оған араласпаймын. Маған хотя бы өзімнің туған әкеммен араласуға рұқсат берші. Мен сізді жақсы көрем. Сізге рахмет. Мені баққаныңыз үшін, әкемді есіме салып тұрғаныңыз үшін. Бірақ басқа балалардың көмері Роналдо, Месси болатын болса, ал менің көмерім ол менің әкем. Мама, маған әкеммен араласуға мүмкіндік берші. Бірақ маған ешқашан өтірік айтушы болма. Че там, не болып жатыр?